Бүгін осындай Элантрамен брендированный 24 жылға линияға шығатын боламыз. Салонын айтамаймын, кеңші. Зарядкасы бар сразу. Бұл жерде мен зарядкам тұр. Короче, бүгін чисто комфорт плюс катать етеміз. Так, тариф чисто комфорт плюс. Рейтинг 4.98-ге түсіп қалды, активность 97. Кеше бір домой келе жатып, по пути экономға сөйдім, попутчик беріп бәле болды. Сонымен отмена жасап. Сонымен кеттік, сағат 1 болайын деп жатыр. 1-ге 10 минут қалды. Линияға шыға берейік. Жаймен қаланың центріне қарай, жоғары қарай шығатын болам. Өйткені біздің қалқаман жақта комфорт плюсқа шықпайтын сияқты ғой. Ассалаумалейкум баршаңызға. Сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Мен бұл арнада өзімнің таксиде жинаған тәжірибеммен бөлісіп жүрмін, және күнделікті жұмыс істеп жүрген тәжірибелермен де бөлісемін. Арнаға жазылмаған болсаңыздар жазылып, видеоның басынан аяғына дейін көріп, реакция қалдыруды ұмытпаңыздар. Лайк, дизлайк, сұрақтарыңыз болса комментарийда күтемін барлықтарыңызды. Бүгін тек қана комфорт плюс тарифінде жүретін боламын. Элантраны негізі бұл менің көлігім емес, жаңағы планның көлігі, бірақ мен планға алған жоқпын. Уақытша жаңағы осындай видео түсіріп алуға берді маған. Қай жерден аламыз десеңіздер, номерін айта алмаймын, телефон номерін, бірақ Жамбула 172В деген жерге барсаңыздар Алматыда. Сол жерде офисте егер жаңағы бос көліктер болса, ала аласыздар да, жаңағы полностью условияның бәрін сол жерде түсіндіріп береді. Жаңа көлік болғаннан кейін бұларды горячий пирожки разбирают дейді ғой енді. Сол үшін жаңағы сол жерге барып тек қана біле аласыздар толық ақпаратты, информацияны. 2 күн болды жүргеніме бұл көлікпен. Алдым күні 30-ға жеткіздім, кеше енді бір 20-ға жеткіздім. Грязь. Комиссиядан бөлек, бірақ бензин обед осының ішінде жаңағы. Бүгін көреміз енді қалай болатын. Комфорт плюс прям цепочка жоқ. 5 минут, 10 минут центрге, анау Есентай жаққа қарай бару керек. Вот сол жақта жақсырақ түседі. Или мынау микроштарда хотя бы. Бірінші заказды аяқтадық. Точнее, мен 37 минут жүріп келдік қой. 3580 теңге. Пробкамен екінші клиентке барамыз. По цепочке түсті. Біріншісі 600 наценкамен түссе, мына 100 теңгемен түсті ғой. Кеттік арқай. 15 минуттық тапсырыс болып кетті. 12 минуттық басталып еді. 1150 теңге. Цепочка заказ берген жоқ. Арғырай кеттік. Элантраның кондері 3-ке қойсам айқайлап кетеді да. 2 жетпей жатыр күші. Білмеймін не істейтінімізді. Короче, климат дұрыс екен. Мен авойымда климат қой. Бірақ компрессор ауыстыру керек. Маргарита. Кеттік. Без наценки беріп отыр. Комфорт плюс та, и осы комфорт плюстың осы жері ұнамады маған. Не жоқ қой? Кэф жоқ қой? Кэф. 30 минуттық тапсырыс. Басында 20 минут көрсеткен навигатор. Аль-Фараби бачт болып жатыр. Арғырай кеттік. Цепочкамен де заказ берген жоқ. 12 минут. Цепочка заказ беріп отқан жоқ, в общем. Орбита жақта жүрмін. 8 минут, подачасына 6 минут. Келесі клиент те осы жерде.
Наурызбайский районға апарат екенбіз. 19 минут. Подача. Сразу алған жерден, клиент түсірген жерден сразу келесі клиент алып кеттім. И 19 минут, 2400 почти. Алт тапсырысқа 9452 теңге. Жаман емес, 12 минут. Подачасы 1 минут болды, 1820 теңге. Тура 7-ші больницаға алып келдім клиенттерді. Қарным ашып отыр еді ғой жаңа, как раз үй жаққа келіп алдым. Үйден тамақ ішіп, тем более ақша экономдаймыз бүгін. Ал ағайын, сіздерге енді үлкен бір өтінішім бар. Менің арнамды қолдаймын дейтіндеріңіз болса, арналарыңызда мен мынау такси про деген қосымшамен жұмыс істеп жүргенін білесін шығарсыздар. Бұл жерде қараңыздар, бұл жерде менімен такси промен тексереді, парктерді тексереді, бұлардың офистары бар ма, колл-центрлары бар ма, техподдержкілері, и жаңағы ақшаны қалай уақытылы беріп отырай ма, жоқ па, осы приложение арқылы шығарам ғой мен өзім ақшамның бәрін, өзім карталарыма. И осы такси про жаңағы тексереді, тексерілген парктермен жұмыс істейді. Бұл жерде міне iTaxi-дің үшеуі бар менде, iTaxi 2, iTaxi 3. Жаңа такси бар, ол жерде парктың комиссиясы 2%, бірақ ондай ешқандай розыгрыш жоқ, техподдержка, жаңағы моментальный вывод средств и 2% комиссия ұстайды жаңа такси. Акция қателеспесем, өздері ауысып тұрады. Кейде там 2 апта 5 комиссия жүреді. Қазір данный момент, по-моему, андай несі бар. Тіркелген уақыттан бастап 2 аптаның ішінде 50 заказ жасасаңыздар 5000 теңге бонус. Уточнять ету үшін, жаңағы мен WhatsApp номерімді білесіздер, рабочий, сол жерге жазсаңыздар болады, мен сіздерге толық сұрақ берем сол жерде. Сосын честный iTaxi-де қазір тоже акция болып жатыр. Сіздер, то есть бұл парктермен жаңа iTaxi или честныйда 45 күннен артық уақыт линияға шықпаған болсаңыздар да, қайтадан маған WhatsApp-қа жазасыздар. Мен сіздерді сол жердегі аккаунттарыңызды қайтадан жаңағы тірілтіп берем, былай айтқанда. И 300 заказды 45 күннің ішінде орындайтын болсаңыздар, 15 000 теңге бонус алуға мүмкіншілік бар. Сол үшін жаңағы ақыр бәрі бір басқа парктерде жұмыс істеп жүрсіздер. Жаңағы либо осы 2 iTaxi или честныйға тіркеліп жаңағы бонустарды алып алсаңыздар болады, либо жаңа таксиге тоже тіркеліп менің атымнан и менің жаңағы каналымның өмір сүруіне көмектесесіздер. Прям қолдау көрсетесіздер маған. Ұзақ уақыт видео шықпай, біраз уақыттар менде әртүрлі жағдайлар болды, наугали болды, короче. И YouTube мен видеоларым қазір продвигать етпей жатыр и қиындау болып жатыр. Және видеоны басынан аяғына дейін айландырмай қарап, лайк или дизлайк басып, 4 сөзден тұратын комментарий жазып, және бір бөлісетін адамдар болса, бөлісіп қоятын адамдарға шексіз алғыс білдірем. Сіздердің арқаларыңызда осы канал әлі күнге дейін өмір сүріп жүр ғой. Шынын айтқанда. Сіздер болмағанда ешкім қарамайтын еді, мен де түсірмейтін едім ғой. Так, 10 минут и подачасымен 8 километр болды. 360 теңге. Цепочка жоқ. Проезжий частьқа бейді. Қисығынан тұра салатын адамдарға ризамын да. Ішінде отыр. Андай бір. Білмеймін енді, қалай. Нормально тұрса да болады. Жоқ, қисық парковаться еді. Басталатын уақыты жоқ екен. О-майя. Майлин аға дейді. Боп кеттік. Ар жағында аэропортқа бір нәрсе беретін шығар. Жарайды, кеттік. Не болса да. Без кэфа беріп атыр ғой, без кэфа, бәрі без кэфа. Комфорт плюста кэф слабый. Бірақ тарифтер нормальный. 55 минуттық тапсырыс. 4790 теңге. Ар күтеміз енді осы жерден. Білмеймін, мына жерде аэропорт алыс емес. Бірақ очередь быт-шыт болып жатқан шығар. Жарайды, күтем, осы жерде күтем. Ары бері жүргім келіп тұрған жоқ. Пробка отыр. Ненің бәрі мына жақта отыр ғой қазірше. Центр жақта. Бүйтіп көреміз ба? Комфортты да қосып, по делам қосып көрейін ба? Уже мына жерде біраз уақыт болды отырғаныма. 15 минуттай болып қалды. Давайте көрейік, по делам дейміз. Указать на карте дейміз. И мынау жаққа қарай қою керек қой. Примерно Атакент жаққа қарайшы.
пробканың отаны болып жатыр бұл жерде еще Атакент емес, хотя бы цирк жаққа қоясақ. Жаққа еткіземіз, выбрать, поехали. И бидеміз. Тарифы, комфортты қосайын. Тағы бір 5 минут заказ түспесе экономда қосып көрем. Эконом қоссам, бірақ қазір попутчик беріп бәле қылатшы. Яндекс Про мен Яндекс навигатор бір-бірімен ұрысып қалған ба, заказдарды алған кезде бір уақыт, аяқтаған кезде вообще басқа уақыт болып жатырмын қазір. Мысалы, жарты сағат 1850. По деламды қосып, комфортпен түсті ғой деймін бұл қазір көрейікші. Мынаны аяқтай салайын. Завершить. Окей. Сонымен бүгінге поделамамыз бітті. Мына жерден көреміз оны. История баллов. И мына көріп отырсаңыздар, соңғы заказ комфорт болып тұр ғой. Бүгінгінің бәрі комфорт плюс, ең соңғысы комфорт. Қайт линияға шығамыз, қайтадан күтеміз. Комфорт плюс қана қалдырдым. Саяхат жақтан. В принципе, қатты алыс жер емес, орталыққа жақын жер. 40 минут ровно жүріп келдік. Оплата картой 4170 теңге. Бірақ қарасаңыздар, біз қайықта жүрміз. Бұл Борондай жүрміз, Борондай. Кеп жоқ мына жақта. Бәрін қосу керек та, короче. Домойды қосу керек та. И тағы біраз сияқтыларда жүре тұрам ғой деймін. Көрейікші қазір. Қалай болады екен? Домой. Тарифтер деген жерге кіреміз. Комфортты қосам. Комфортпен может түсіп қалу мүмкін. 5 минут комфортпен жүре тұрам. 5 минутта комфортта бермесе, эконом қосам. Ұйқым кеп барадыр уже. Ё-ма. Нені? Заказ жоқ. Короче, комфорт плюс, тек қана комфорт плюс істейтін жігіттермен сөйлесіп отырмын ғой қазір. Олар айтады да. Бір жерде отырма дейді. Ары-бері қозғалып тұрмасаң бермейді дейді. Көрейік енді. Сағат уже 9:30 болып отыр. Басым ауырып отыр еще. Кондердан ба. Короче, кондердің ұнамайтын жері ол тупо өрлейді да сағанша. Климаттың ұнайтын жері жаңағы. Көк бір температураны қойып қоясың, соны салонның ішінде ұстап отырады ғой. А кондер просто деп басты ауыртып жіберетін әдеті бар. Ой. Сонша қараған нес. Авиамен жүргенде қарамайтын еді. Қызар. Көрейік. Өткен 20 000 теңге деген не өзі? Пробег мен 111. Мәселе ровно 111 болды. 111 километр жүрдік бүгінге. Так, короче, мынандай әңгіме. Орынды ауыстырып көрдім. Комфорт плюс қосылып тұр. Бір жерде отырып та көрдім. 15 минуттан асып кетті уже. Мен приоритет төмен ба? Вроде 17 приоритет. Заказ жоқ. Қайтамыз болды. Смысл 8 сағаттан артық жұмыс істеп, я? Менің немді білесіздер ғой. Кейін, может, кредитке жестко кірген кезде, или үйленіп, үйден қуып жіберетін адам болған кезде көбірек жұмыс істеуге тырысатын жаным. Бірақ маған на данный момент 8 сағат это нормальный режим. Так, давайте қорытындылайтын уақыт келді. 118 километр болды уже. 118 километр. Бүгінге жүрген неміз 12 заказ жасадым. И комиссиядан бөлек 27.700, 22 000 теңге дейік. Қараңыздар еще. Мен бүгін обедті үйде іштім. Обедке ақша құртқан жоқпын. Бензин 95 құйдым ғой мен болған кеше. Давайте 3000-ның бензині деп есептейік, 100-ге среднем. Сәл 10 литрдан көбірек жет деп есептейік. Менде мына жерде 100-ге 9.3 деп тұр средний показатель. Грубо алып отырып, 3000 теңге алып тастаймыз. Даже округлять ету үшін 2700
45 теңгені бензин деп есептейік та. 19 мың теңге таза қалғаны болсын. Сонда 19 мың теңгені 8-ге бөлсек 2000-нан асып тұр ғой. Я? 2300 ба сондай сағатына. И плюс пробег көп емес бізде. 118 километр деген. В принципе, білмеймін, экономмен бірдей сияқты. Просто мына жердің клиенттер сәл анандай нелеу екен да. Салон тап-таза, точкадан күтіп отырып қалмайсың, спокойно отырады, шығып күтіп тұрады. Былай негізі заработық жағынан білмеймін. Или менде кішкене опыт аздау болғаннан кейін ба. Қалай ойлайсыздар сіздер? Давайте комментарийға жазып кетіңіздер. Ой, не болды? Бүгін тамағым жыбырлап, кондердің кесірінен ба. Прям ұрлейді ғой кондер. Климат жақсы да кондерға қарағанда. Кондер просто деп тамағым жылдап қалды кәдімгідей. Вот осындай бүгінгі күн Элантрамен жүрген күніміз. Алдыңғы күні мысалы, міне уже 3 күн жүрдім ба? 3 күннің несін көрсетейін сіздерге. Алдыңғы күні 9 сағат жүрдім. Бірақ о жерде анау эконом сәл алысқа кетсем, сразу 5 минут заказ түспей қалса, эконом қосып, коэффициент, по делам, домой, бүйтіп сөйтіп жүріп 30 мың теңгеге жеткізіп тастадым. Ол кезде де пробегім примерно бір қанша болып қалды? 130 километрдей болды ол кезде де. Кеше вообще на расслабоне 20 мың теңге шығарып тастадым. Кешегі 20 мың теңге ол грязный ғой, комиссиядан бөлек бензинмен обедті аламыз, сонда 20 мың теңге гряз, 15 мың теңге бір 6 сағатта шығардым кеше. Вот, осындай комфорт плюс. Комфорт плюс негізі жаңағы бизнеспен бірге жүреді деп ойлаймын мен негізі. Кейбір адамдар айтады да, мысалы, бір басқа адамдар айтады, мен бизнесте жүрсем, тек бизнес катать етемін, до конца күтемін дейді. Комфорт плюсте жүрген адамдар айтады, мен тек қана комфорт плюсте жүремін дейді. Мен болсам бір жерде бүйтіп отыра алмайды екенмін, үйренбеген ғой енді. Кейінірек жаңа грузовойда да жүрген кезде әбден бүйтіп кетшедім, қуанып, жарты сағат заказ түспей қалса. Бір жерде біраз уақыт бойы күтіп отыра алмаймын. Сондай жаман әдетім бар. Әбден экономда шапқылап үйреніп қалғанбыз ғой, деп ağzынан кешкен. Осындай соңына дейін көрген адамдарға үлкен рахмет. Жаңағы паркке мен атынан тіркелуді ұмытпаңыздар, поддержка беріп қойыңыздар. Freedom'ды да орнатып алыңыздар. Freedom'да мен 10 күннің ішінде, мысалы, қазір тек қана бензин мен продуктымды бүйтіп карточкамен төлеп жүріп, уже 5 мың теңге кэшбэк жинап алдым. То есть кэшбэк жақсы, 5 мың теңге кім береді қазір. Сол үшін сондай. Ал соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Келесі видеода жолыққанша барлығымыз аман есен сау болайық ағайындар. Мен үйге жақындап қалдым.